Қатал тағдыр. Екінші бөлім. Авторы Айдана Стілеуова. Видеоға лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сәулені Мараттың жеңгелері екі жақтап сүйрелеп жатыр. Машинадан түспеймін деп қасарысып, төбелесіп жатқан шарасыз қызды машинаның ішінен жігіттер итеріп шығарды. Бұлқынған қызды екі жақтап жетектеген жеңгелер ауыз толтыра жақсы жерге келгенін, әлі-ақ бақытты боласың деп жұбатуда. Босағадан зорға кіргізген жеңгелер есіктің сыртын бекітіп тастады. Шашы дода, екі білегі тырналған, сондай дәрменсіз күйге түскеніне шыдамай жылай берді. Үйдің үлкендері хабаршыны таңертең жібереміз деп ойласты. Ертеңіне қуып келген жеңгелеріне тіл қатпастан жылаған байғұс қыз не қаларын не кетерін білмеді. Бірақ жасы 80-ге келген қарт апа сүйектен өтетін сөздер айтқасын амалсыз қалды. Мараттың анасы келініне құрақ ұшып жүр. Айналып толғанып, әрбір ісіне мақтау айтып жатыр. Бір ай өтпестен жүрегі айнып, бойына бала біте бастады. Енесі қуанып, асты-үстіне түсіп, тіпті жұмыс істемеуін ескертті. Сәуле болса, әдейі енесі жоқта осы бала түсіп қалса екен деп ауыр жұмыстар істейтін. Таңғы 4-5-те келетін күйеуінің сасыған темекі мен ішімдіктің иісінен лоқси жөнелген Сәулені тағы соққыға жықты. Кімсің сен, соншама менен жиіркенетіндей деп тепкіледі. Араға шырылдаған анасы түсіп айырды. Құлыным-ау, ішінде баласы бар ғой, бұның не деген анасына араласпа, өзім білемін деп тепкілей бастады. Анасы зорға айырды. Әмиянында тығып жүрген ақшасын баласына ұстатқанда қуана сыртқа шығып кетті. Ауыр халдегі келіннің үсті-басын жөндеп жедел жәрдем шақырды. Байғұс әжесі ішінен немересінің амандығын тілеп отырды. Есін шала білген Сәуле іштей баланың түсіп қалуын қалаған еді. Дәрігерлердің арқасында баланың түсуіне жол бермеді. Сәуле ол үйге енді қайтып бармаймын деп ойлап еді. Енесі аяғына жығылып, көз жасын көл қылып жалбарынғанда амалсыз келісті. Тозаққа қайта оралған Сәулеге бұл өмірдің қызығы қалмаған еді. Сәуле бұндай азапты күндерін ешкімге айтқысы келмейтін, біреудің мүсіркегенін қаламайтын. Енесі кішкене зейнетақысын жинап Сәулеге берді. Қалаға барып, киімдеріңді, керек-жарағыңды ала ғой, деген енесіне үнсіз қарады. Қалаға да жетті, өзін керемет бостандыққа шыққандай сезінді. Біраз аралап, дәмханаға келіп тамақтанып шыға бергені сол еді. Алдынан сабақ берген деканы шыға келді. Ол Сәуле, қалайсың? Сәлеметсіз бе, ағай? Жүр, тамақтанайық. Рахмет, мен болғанмын. Қаншама ай болды, өтінемін, жүрші. Тамақтанбасаң да қасымда отыр. Сәуле үнсіз келісті. Деканның есімі Сұңғат еді. Аузына тыным болмай, ананы-мынаны айтып отырды. Баяғыдай жарқыраған сүйкімді Сәуленің бейнесі жоқ, көзі мұңға толы, уайымнан арып кеткен. Мән-жайды жанарынан түсінген Сұңғат Сәуленің қолынан ұстап, мен сені осы уақытқа дейін күттім, сені жақсы көрдім. Мен баяғы айтқан сөзімді орындауға дайынмын. Тек менің тоқалым болу үшін балаңды тастап, өзің ғана келесің, деді. Сұңғат Сәулеге шын мәнінде ғашық емес, кезінде Сәуледен аумайтын ғашығы болған. Сол ғашығы аяқ астынан көлік апатына түсіп, бұл өмірден кетті. Қанша ұмытқысы келсе де ұмыта алмады. Ғашығының түрі Сәуленің бет-әлпетімен сәйкес келгендіктен сол бір өткен құштарлықты жасы келе сезінгісі келетін. Сәуле телефонда ұстамайтын. Сұңғаттың номерін жазып, сумкасына сап қойды. Босанғаныңнан кейін айт, сен үшін зәулім үй дайындап қоямын, деді Сұңғат. Жалғасы бар.